Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Тұрар Рысқұлов атындағы орта мектебі бастауыш сынып мұғалімі Мұсабаева Ғалия Бериковна. Қазақ тілі пәні, 4-ші сынып. Сабақтың тақырыбы сын есім. Сабақтың негізделген оқу мақсаты тыңдалған материал бойынша негізгі тұсын белгілеп алу және солардың негізінде мәтіннің мазмұнын айту. Сөз таптарының сөйлемдегі қызметін анықтау. Алдыңғы білімді еске түсіру мақсатында сен маған, мен саған әдісі арқылы сұрақтар қойылады. Етістік дегеніміз не? Етістіктің шақтары дегеніміз не? Осы шақ дегеніміз не? Өткен шақ дегеніміз не? Келер шақ дегеніміз не? Ал ендеше ребусты шешейік. Осы ребусты шешу арқылы бүгінгі сабағымыздың тақырыбы анықталады. Яғни ребустың шешуі сын есім. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы да сын есім. Зат есім заттың, құбылыстың атын білдірсе, сын есім сол заттың, құбылыстың сын сипатын, көлемін, түр-түсін, сапасын білдіреді. Сын есімге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Зат есім алма. Алма қандай? Дәмді. Теңіз. Теңіз қандай? Үлкен. Кітап қандай? Қызықты. Ақын қандай? Белгілі. Есеп қандай? Қиын. Ендеше балалар, сын есімге берілген бейнероликті тамашалайық. Келген сыйлық. Оның ішінде не бар? Том саған тосын сый жасапты. Не екенін өзің тап. Мен саған көмектесейін. Ол кішкентай. Бұл күшік пе? Бұл енді сенің күшігің. Ол қандай екен? Менің күшігім кішкентай. Түсі ала, жүні жұмсақ және сондай ақылды. Көрдің бе? Бұл сөздер қандай деген сұраққа жауап береді. Яғни олар сын есімдер. Сын есім заттың түсін, көлемін, салмағын, дәмін, пішінін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Түсі қызыл, сары, ақ. Көлемі кіші, үлкен, ұзын. Салмағы ауыр, жеңіл. Дәмі ащы, тәтті, қышқыл. Пішіні сүйір, сопақ, домалақ. Дана, мына кестеге жинаған сын есімдердің барлығын қалай атайтынын сен білесің бе? Жоқ, білмеймін. Бұлар негізгі сын есімдер. Яғни, түбір сөзден болған сын есімдер негізгі сын есімдер деп аталады. Жақсы, бұлар негізгі сын есімдер. Одан басқа да сын есімдер бар ма? Сен күшігіңді ақылды деп едің ғой. Осы ақылды сөзі туынды сын есім болады. Ол түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалып тұр. Сын есім негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған сын есімдер негізгі, түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімдер туынды сын есімдер деп аталады. Сонда қандай жұрнақтар жалғауға болады? Сын есім жасау үшін зат есім етістікке жұрнақ жалғаймыз. Зат есімге л-лі, д-ді, т-ді, с-сіз жұрнақтарын жалғаймыз. Мысалы, күлкілі, таулы, ақылды, көңілді,
сыз. Ал етістікке қыш-кыш жұрнақтарын жалғаймыз. Сөйлегіш, білгіш, байқағыш, тапқыш. Солай ма? Дұрыс. Қандай жақсы, көп нәрсені үйреніп алдым. Бұл күшіктің аты бар ма? Қазір көрейін, мойнында алқасы бар екен. Аты Вики. Жей ғой, Вики. Ол тек ақылды, жұмсақ, сүйкімді болып қана қоймай, сонымен қатар өте жылдам екен. Иә, Вики сөзі жылдам деген мағынаны білдіреді. Қайталайық. Сын есім. Заттың түсін, көлемін, салмағын, дәмін, пішінін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Сын есімдер негізгі және туынды болып. Ал енді балалар, келесі тапсырмамыз тыңдалым. Барлығымыз бірге тыңдайық. 111 сабақ. Байқоңыр халықаралық ғарыш айлағы. Ғарыш алаңы, ғарыш айлағы, ғарыштық аппараттарды құрастыруға, сынап, ұшыруға арналған ғимараттар мен техникалық құралдар орналасқан жер. Байқоңыр бүгінгі таңдағы халықаралық ғарыш айлағы. Одан көптеген елдердің ғылыми және коммерциялық зерттеу бағдарламалары бойынша жердің жасанды серіктері, сондай-ақ ақш, Германия, Франция, Үндістан ғарышкерлерінің интернационалдық құрамы мен ғарыш кемелері ұшырылды. Байқоңырдан Восток, Восход, Союз, Прогресс сипатындағы барлық ғарыш кемесі, Салют, Мир орбиталық станциялары ұшырылды. Қазақстан жерінен аспанға космос, протон, зонд, прогноз топтамасын қамтыған жердің ондаған жасанды серіктері жіберілген болатын. Бұлар халық шаруашылығының ғарыштағы бағдарламаларын жүзеге асыру мақсатында жасалды. Олардың байланыс құралдарын метеорология, биология, қорғаныс, экономиканы дамытудағы маңызы зор болды. Дүниетану анықтамалығы кітабынан. Бұл тапсырманың дескрипторы негізгі тұсын белгілейді, мазмұнын айтады. Келесі тапсырмамыз берілген сын есімдерге сай келетін затты тап. Неліктен сол затты айтқаныңды дәлелде. Қалың. Не? Қалың орман. Ұзын. Не ұзын? Ұзын ағаш. Бұйра. Не бұйра? Бұйра шаш. Қысқа. Не қысқа? Қысқа көйлек. Жарық. Не жарық? Күн жарық. Кең. Не кең? Кең үй. Биік. Не биік? Биік ағаш. Дескрипторы сын есімдерге сай келетін затты табады, дәлелдер келтіре алады. Ал ендеше балалар, сын есім дегеніміз не? Сын есім қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Сын есім заттың сынын, түр-түсін, дәмін, пішінін, көлемін білдіреді. Рефлексия алақан арқылы, яғни балалар бас бармақ не ұнады, балан үйрек жаңа не білдім, ортан терек не жөнінде ойландыңыз, шылдыр шүмек өз қоржыныма не алдым, кішкентай бөбек не білгім келеді. Бүгінгі сабақты назар қойып тыңдағандарыңа көп рахмет.